Достар, бүгін Родной 2-нің предпоказына келдік. Жұлдыздардан біздің Аполлонның қызықты факторларын сұраймыз. Өйткені олардың бәрі бізден май ауыстырады. Маған сұрақ. Аполлондағы қызықты 5 фактор. Маған қасында тұратын братаным айтты маған. Әр жұма сайын плов бересіздер ғой сіздер. Аполлонның егесі бар ғой, Жасұлан деген. Күшті машинасыздар. Мен бір рет май ауыстырғам. Өте тез ауыстырған. Біріншіден условиясы күтіп алуы, май ауыстырып отқан кезде ана жерде PlayStation ойнап, кішкене кальян тартып, су тегіп, су ішіп, ана жерде күшті болып отыру. Мәссаған 5 қызықты факт. Жұма сайын құрбандық шалу, тазалық, қызмет көрсету деп ойлаймын. 5-ші сапа. Пайдалы Аполлондағы ыңғайлы жерде орналасқан. Машинаның айнасы бар, парковка, одан кейін качество, одан кейін кальян, салян, малян деген жатады. Бәрі. Қызметтегі номер 1 деген атақты бере аласың ба, бере алмайсың ба? Конечно, неге бере алмаймын? Мен оны номер 1 екенін ең бірінші ауызашар болған кезде білгенмін ғой тәте. Жалғыз единственный май ауыстыратын Құдайды ұмытпаған мекеме екенін. Не әңгіме бұл? Пайдалысын айтайын. Пайдалысын айтайын. Пайдалысы рахаттанасың. Пайдалысы комфорт. Пайдалысы обслуживание. Қызмет көрсету. Пайдалысы аура. Энергия аласың. Пайдалысы күшті ғой. PlayStation бар. Әр жұма сайын. Плов, қуырдақ, качество. Осы Шымкенттегі номер 1 май ауыстыру орталығы майлары өте керемет, өте качественный. Өзің мойындайсың, Шымкенттегі номер 1. Конечно, мен мойындаймын. Аполлон. Мен басқа ше білмеймін.